бодандықта болған мемлекеттің, халықтың стереотипі, қорқыныш стереотипі. Шын мәнісінде біздің жаңағы Ахун болған, Ишан болған, Дамолла болған, Қалпе болған қаншама бабаларымыз араб болып кеткен жоқ, Ауғанстан болып кеткен жоқ. Сондықтан да бұл діннің қорқынудың, исламофобияның бір көрінісі. Біз боданда болғанбыз, ертең мынау арабтар келсе біз бәле боламыз деген сияқты. Бір қорқыныш, бір балалық қорқыныш. Сондықтан да ол ешқандай бір ақылға сыймайтын дүние. Ауғанстан болып кеткенде, Ауғанстанның өзін Ауғанстан қылған кім? Сыртқы күштер ғой. Сондықтан біз оны ажырата білуіміз керек. Егер сіздің жаңағы технологияңызға біреу иелік ететін болса, сізге біреу қожайындық қылып тентіретіп жіберетін болса, еліңіз үшін күресіп, жаңағы автомат көтеріп таспен таудың қуысына кететін болсаңыз, сіз де Ауғанстан боласыз. Дінсіз ақ. Сондықтан да бұл жердегі мәселені былай сау ақылмен ойлаған кезде осындай бір нәрсе бар. Екінші бір бағыт айтып отырған дүниеңіз, ол да балалық сана. Өйткені, мысалы, мынандай бір пікірлер жатады. Мен дейді, мен әйел дәрігерлердің босандырып алғанын қалаймын дейді. Мен айтам, сен әйеліңді үйден шығармасаң, әйел дәрігерлер босандырып алмайды. Сен егер қызыңды таможняға оқытпасаң, шекарадан өткен кезде әйелді тексермейді. Егер сен қызыңды мұғалім қылмайтын болсаң, сенің қызыңды әйел мұғалімдер оқытпайды. Тек қарапайым қоғамдағы азамат ретінде осы логикалық байланысты орната алмайтын азаматтар жаңағыдай түсініктерді қалыптастырады. Ал ол деген сөз, ертең маған басқалар қызмет жасайды деген сөз, қалай ол орта ғасырға өтесіз сонда? Сіздің әйеліңіз үйде босанатын болады. Себебі ешбір әйел мектепте оқымаған. Сондықтан да бұл нәрселерді айтып атқан екі топтың да санасында проблема бар деп айтар едім. Сол үшін кішкене сананы көтеру керек. Жан жаққа көзді ашып қарау керек. Біз қай әлемде өмір сүріп жатырмыз? Ондай қоғам әлемде бар ма жалпы? Мен айтып отырған қоғам. Сондықтан да керісінше біз оқытуымыз керек. Ол тәрбиелі, саналы, білімді ана болса, ол баласына да соны сіңіреді. Ал ол үйден шықпаған бала, ана, үйдің тек қана жаңағы күңі сияқты қызмет жасап отырған, жаңағы таяқтан көз ашпаған әйел қандай саналы, салиқалы ұрпақ тәрбиелеп шығарады. Сондықтан да осы нәрселердің барлығы айналып келген кезде жаңағы қалыпты сананың қалыптаспауына байланысты туындап жатқан дүниелер. Кейде тіпті оларға мен уәж айтудың өзінде енді ашынғаннан жаңа күлкім келеді. Неге десеңіз, шын мәнісінде қарапайым элементарлы нәрселерге соны айтып отырған азаматтар өздері 11 жыл мектепте білім алған, кейбіреулер институт оқыған, көздері ашық деген азаматтар айтып жүр. Бұл трагедия. Сондықтан да біз айтып жүрген, біз үлгі тұтып жүрген көптеген араб мемлекеттерінің өзі әлемдік дамуда бірінші орында тұрған мемлекеттер. Сондықтан да олар ешқашан әйелдерін, қыздарын жаңағы қамап есігін бекітіп қойған жоқ. Сіз анасын қанша дұрыс тәрбиелесеңіз, баласы сонша дұрыс тәрбиеленеді. Қызға қанша білім берсеңіз, ертең ұрпақ сонша білімді болады. Сондықтан да ол нәрселерді сау ақылмен ойлана білу керек.